қалай жақсы болады. Ал жақсы болады арнасы. Қонақта бізде үшінші рет, қателеспесем. Хэт-трик. Геннадий Геннадьевич Шиповских, парламент сенатының депутаты. Тағы да қош келдіңіз деймін. Мен сізді көргеніме қуаныштымын. Рахмет менде көбе. Мен енді жылдың соңы ғой. Бұлай санап қарасам, осы жылы 19 шамамен выпуск шығарыппын. Оның біреуінде сіз де барсыз. Және TikTok-тағы болсын, Reels-тарда болсын, сіздің нарезкаларыңыз жақсы просмотр жинайтынын статистика ретінде бастап кетейін. Енді жыл әдеттегідей оңай болған жоқ дейміз, қиын болды дейміз, нелерге толы болды дейміз, өзгерістерге. Сізге осы жыл жалпы қалай болды? Бүке арасында да бұл енді 2023 жыл менің ойымша бұл ерекше жыл болды. Біріншіден мен ойлаймын, бұл жыл нағыз біздің мемлекет басшымыз Қасым-Жомарт Кемелұлы-Тоқаевтың өзінің саяси реформаларының іске асқан жылы болды десек артық болмас. Енді көп адамдар сұрақ қоюы мүмкін, неге ол олай деп, бірақ енді мен тек қана жай ғана мынау қарапайым сенаттың сайлаудан бастағым келеді. Өздеріңіз жақсы білесіздер, қаңтарда толығымен сенаттың өзі бір сайлауы өтіп, барлық сенат депутаттары сайланып, сол жерден тағайындалды. Оның ішінде мен де бар, президенттің квотасымен Қазақстан Халқы Ассамблеясы тағайындалған. Одан кейін енді білесіздер, сәл уақыттан кейін наурыз айында осы ағымдағы жылы парламент мәжілісінің сайлауы өтті. Ол жерде де біздің тарихымызда демек қояйын, бірақ дегенмен оның алдында болды, бірақ біраздан бері қолданылмаған модель қайтадан өз қалпына келді. Бұл яғни егерде кезінде партиялық тізім болса, одан бөлек қазір бір мандат округ арқылы басқа да депутаттар сайланды. Яғни бұл жерде біздің қазіргі енді парламенттің екі қос палатасында белсенділігі одан сайын артық десек артық болмас. Сондықтан да бұл осындай бір сәтті реформалардың жылы болды. Өткен себебі біз қазір енді бірте-бірте финишына келе жатырмыз. Енді әрине қазір алдымызда өзі президент мырза айтпақшы референдум келе жатыр. Жақсы білеміз, енді оның нақты қазір әлі күнге дейін датасы анықталған жоқ, бірақ дегенмен естеріңізге сала кетейін, президент мырза Қасым-Жомарт Кемелұлы-Тоқаев айтқан болатын, біз мынау АЭС, яғни атомдық электр станция салатын болсақ, міндетті түрде біз референдум арқылы шешетін боламыз. Бұл енді өте пайымды айтылған сөз. Неге? Өткен себебі біздің басты өзіміздің қазіргі алып жатқан күн тәртібіндегі мәселе бұл биліктің қай кезде де қашанда да халыққа бір табан жақын болу. Бұл яғни бұл референдум бұл жай бір әшейін для галочки емес. Өткен себебі ол жерде де енді сіз жақсы білесіз, референдум өтер алдында ол жерде арнайы өзінің топтары бар жүретін, түсіндірме жұмыстары жүреді. Ол жерде тек қана жай ғана бір саяси менеджерлер емес, жүретін, одан бөлек нақты ғылыми кісілер, ол кісілердің енді өзінің дәлелдемелері болады деген сияқты. Қай жерден саламыз, қай жаққа саламыз, не үшін керек ол, оның барлығы дәлелденіп зерттелетін болады. Және де соның барлығын орысша айтқанда все за и против взвесив дегендей, ары қарай сол жерде шешім қабылданады. Ең басты ол референдум деген әрине менің ойымша өте дұрыс қадам. Сондықтан біз осыны күтіп отырмыз. Бұл енді әрине саяси жағы. Енді түрлі оқиғаларға келетін болсақ, әрине түрлі оқиғалар болды. Әрине енді біріншіден біздің мынау болған осы жақында ғана жантүршігерлік жағдай, бұл енді Қарағанды облысындағы қайтыс болған шахтерлар. Әрине иманды болсын дейміз, жатқан жерлер жайлы, топырақтар торқа болсын дейміз. Әрине Құдай сақтасын, мұндай жағдайлар қайталанбауы тиіс. Енді қазіргі соңғы кезде өздеріңіз байқап отқаныңыздай, мынау біздің жылу жүйесі аздап сыр бере бастады. Қыс басталды. Енді қыс басталғанда да бізде былай жақсы басталды, бірақ дегенмен қыстың өзі осы желтоқсанның ішінде бәрімізді бір сілкіп болды. Өзіңіз байқағаныңыздай 40 градус аязға дейін барған кезде өзіміз түсінбей қалдық, не болып кеткенін. Тіпті қаншама қаладағы түрлі машиналар да ота алмай қалды, кейбір үйлер суықтап кетті, ол да болды. Сондықтан да мен ойлаймын, енді қазіргі кезде енді үкімет мүшелері сол тиісті деңгейдегі мемлекеттік органдар содан сабақ алып, менің ойымша нақты қорытынды шығарып жатыр деген мен ойдамын. Біріншіден, екіншіден енді жақында ғана осы кеше ме алдыңғы күні ме біздің премьер-министрдің бірінші орынбасары Роман Васильевич Скляр арнайы сол кеңшілермен кездесіп қайтты, өзі түсті, көрді. Менің ойымша бұл да бір үкіметтің менің ойымша бір жақсы қадамдардың бірі деп есептеу керек. Өткен себебі енді кім не десе де, бірақ дегенмен енді премьер-министрдің бірінші орынбасары болып кеңшілермен жердің астына түсіп сөйлесудің өзі менің ойымша бұл
тек қана бір табан емес, тіпті 2-3 табан қарапайым жұмыскерлерге жақын болды. Менің ойымша біз осындай қазіргі саяси модельді ұстансақ, осындай саяси подходтардың барлығын халыққа ұстансақ, әрине халыққа осының барлығы жағады. Өткен себебі олармен ақылдасады, олармен сөйлеседі, олармен диалог құрады, олардан сұрайды халықтан, сіздерге не керек, біз осыны жасайық деген сияқты. Менің ойымша енді қысқа нұсқасы сол, бірақ енді сұхбаттың барысында менің ойымша қозғай береміз түрлі тақырыптарды. Мынау жалпы саяси өзгерістерге өте толы жыл болған сөзсіз. Оның біразын көтердік. Енді мынау оқиғаларға келсек, көбісін атап кеттіңіз. Кезек бойынша міне солардан кейін шамамен айтқанда болған оқиғалардың бірі, ол да сол оқиғадан кейін көптеген қоғамда қызу талқыға түскен тақырыптардың бірі, харассмент, отбасылық зорлық зомбылық тақырыбы. Бірден осы жерде айтқым келеді. Жалпы харассментке де, зорлық зомбылыққа да тек әйелдер демейміз. Кішкентай жасөспірімдер, ер адамдар да бар екен статистикада. Дегенмен енді көпшілігі әйелдер болғандықтан қазір осындай қызу талқы жүріп жатыр. Арнамызға док-фильм түсіріп жатырмыз қазір осы тақырыпта. Спикерлерді түсірдік. Оның ішінде МВД-дан бір өкіл сөз сөйлеген. Харассмент тақырыбы бойынша. Жалпы осы түсінікті заңға қосу жөнінде депутаттарға ұсыныс тастадық дейді. Енді ол келесі жылы қалай боларын, яғни допты сіздердің тараптарыңызға өткіздік дегісі келіп тұр. Түсінікті. Енді бұл бойынша әрине мен не айтамын, енді әрине біздің заман өмір өзен болғаннан кейін, оның ағысы болады, ағыс болғаннан кейін түрлі ағыс болады. Әрине ол ағыс өзгеріп тұрады. Өмірде сондай, былай қарап отырсаңыз. Сондықтан да кезінде тіпті осыдан алысқа кетпей-ақ қояйық, 1-2 жыл бұрын мен парламент мәжілісінің депутат болып жүрген кезде, естеріңізге сала кетейін, біз буллинг, кибербуллинг деген ұғымды енгізген болатынбыз. Көп адам оны түсінбеді, тіпті қарсы болған кісілер де болды. Естеріңізде шығар, тіпті мен өзім де сол жұмыс тобының мүшесі болдым. Біздің жұмыс тобының жетекшісі дәл қазіргі кезде балалардың құқығы бойынша нақты уәкілі, бұл Закиева Динара ханым болды. Дәл сол кезде біз түрлі кісілермен енді айқастық. Осыны енгізу үшін мен өзім қолдадым. Не үшін? Өткен себеп қазір біз білеміз ғой, буллингтің кесірінен өкінішке орай енді бұл енді қанды статистика, қанша бала суицидке барады. Ол тек қана буллинг, қарапайым осы енді офлайн түрде болатын. Ал одан бөлек егер де қарайтын болсаңыз, тіпті кибербуллинг деген де бар ол. Мысалы переходной возраст бізде қалай, мысалы 13-14 жас, 15 жас жобамен бір енді қыз бала болсын, ұл бала болсын, бір сурет салады. Енді мүмкін ол жері бір прическа тұрыстырмауы мүмкін, бір санаулы өзі қобалжып тұруы мүмкін. Содан бастап бәріміз де білеміз, кішкентай балалар олар шамалы енді комментарий келген кезде қатыгездеу болуы мүмкін. Ол жерде кейде эмоция көбірек болуы мүмкін, ол шындық. Енді кішкентай бәріміз де бала болдық қой, өйткені баланың тілі тәтті дегенмен бірақ кейде бала ойланбай да сөйлеуі мүмкін. Сол кезде тіпті тіркелген осындай кибербуллинг арқылы тіркелгенде суицидтік жағдайлар болды. Өткен себеп баланың психологиясы сынады. Әрине ол жердегі жауапкершілік белгіленді. Ол жердегі ата-аналардың жауапкершілігі болды, оның тәрбиесі. Енді мен ол тақырыптан ауытып отқан жоқпын. Жалпы мен сіздерге тек мысал ретінде келтіріп жатырмын. Бұл подкаст болғаннан кейін біз тақырыпты ашып айтқанымыз дұрыс шығар. Сондықтан да бұл харассментке келетін болсақ, біз тіпті енді осы жақында 1-2 жағдайда болды ғой, осы жылдың өзінде біз білеміз, ол қателеспесем бір магазиндерде, дүкендерде болған жағдай. Енді қарасақ адам шошитындай дүние. Мен өз басыма қарсы емеспін. Бірақ біз кез келген заңды пісіретін кезде, іске асыратын кезде оны нақтырақ пісіруіміз керекпіз. Ертеңгі күні ол дұрыс харассмент болды. Мысалға жаңа дүкендегі болған жағдай қарайтын болсақ, бұл жерде бейне фиксация бар. Өзіңіз көрдіңіз ғой, ана жігіт өзі қолын салып, басқасын не қылды, ол жерде көрініп тұр. Мынау білмеймін, енді мен сөз таппаймын оны айтуға, ондай нәрсені. Жабайылық десек артық қалмас. Дәл сондай жағдай болды. Ал ертең күні мысалға фиксациясыз жағдайлар тіркелген жағдайда ол қалай болады? Ертең мүмкін бірін адам кісілер айыптау мүмкін. Қазірдің өзінде егер де байқап отырсаңыз, мен тіпті осы жақында жаңалықтарды оқыған кезде байқап жатырмын, біздің осы бірқатар өңірлерде мынандай жағдайлар болып жатыр. Студенттер өз мұғалімдерін айыптап жатыр. Оны мұғалімдер ақталып жатыр, мен уәлләхи билләхи мен өйтіп істеген жоқпын. Кәне дәлелдеңіз деп. Ақырында не істейді? Жоғары оқу орны, болмаса колледж.
тұрады да құрысын басын бәле қылсын дейді да ана бейшараны жұмыстан шығарып жібереді. Ал мен бұл бейшара ма бейшара емес деп енді бір алла біледі әрине, бірақ дәлел деген болу керек қой. Түсінесіз ба? Сондықтан да мен қарсы емеспін. Мен әрине бірінші кезекте бәріміздің де, сіздің де, менің де қызымыз өсіп келе жатыр. Ертең күні Құдай қаласа бәріміз де жаңағыдай қызымыз өсіп байға береміз деген дұрыс па? Ертең күні осындай жағдайлар болып қалған кезде біз оны қалай іске асырамыз? Ертең күні біз Құдай сақтасын кейбір кісілердің тағдырына балта жаппаймыз ба деген сияқты. Әрине, өткен себеп мен неге өйтіп айтып жатырмын. Кезінде буллинг пен кибербуллинг мәселелер енгізілген кезде ол жерде бұл талқылау өте көп уақыт жүрді. Өткен себеп түрлі сарапшылар келді, түрлі мамандар келді, психолог кісілер болды, социолог кісілер болды. Олар барлық бұл мәселелердің барлығын тіпті мектептің табалдырығынан бастап тіпті неге дейін жетті. Жоғары оқу орындары болсын, басқа да жаңағыдай мысалға жерлерге дейін. Сол кезде оның барлығы орысша айтқанда все за и против қаралып, содан кейін бірлік қабылданды. Қазір бұл норма бар. Бұл жұмыс істеп жатыр. Ал енді біз егер ойбай осыны харассментті қабылдау керек, үйту керек, бүйту керек, болды қабылдайық десек, менің ойымша ол дұрыс емес бірден. Оның барлығын ұстап жан-жақты қарау керек. Мен қарсы емеспін, бірақ мен кез келген заң шыққан кезде міндетті түрде ол жан-жақты пісіріліп, дұрыс барлық жағы қаралып, барлық тараптар тыңдап, оның нақты конъюнктурасын қаратып іске асыру керекпіз деген мен ойдамын. Осы жаңағы есіме түсті. Ринат Балғабаев жазыпты да, мен докфильм түсіріп жатырмын харассмент тақырыбында. Спикерлер болса, ханымдар, мырзалар, келіңіздер, түсіремін дейді. Пікірге, комментарийге кейбір адамдар былай жазыпты. Ер адам харассмент туралы түсіруге қақы жоқ деп. Себебі сен толықтай тақырыпты түсіне алмайсың, түсінгің келсе де, оның тереңдігіне басыңды кәдімгідей ішіне кіре алмайсың дейді да. Соған байланысты мен білмеймін, өзіңіз айтып отырсыз, иә, қыз тәрбиелеп отырмыз біріншіден, екіншіден жарайды, қазір онсыз да бұл тақырып қыздардың арасында өте жиі талқыланады. Ер адамдар түсірмесе, ер адамдардың сөзі ер адамдарға көбірек өтеді. Олар ашпаса, мына тақырыпты көтермесе, онда бұл тақырып шешіле ма, көтеріле ма, ашыла ма? Жалпы мен сізге бір сұрақ қояйыншы, кешіріңіз, енді сөзді бөлуге тура келіп отыр. Бізде қазақта мынандай нәрсе бар. Қызға кім жақын болады? Қыз балаға кім жақын болады? Мен сізге әке жақын болады дейді. Оны неге айтады? Тіпті ол табиғи құбылыс қой, білмейміз, кейде тіпті дәлелдеудің өзі қиын. Байқап отырсаңыз, қыз балаға әкесі жақын болады. Сондықтан мен сіздің пікіріңізбен келісемін. Әрине, бұл харассмент туралы түсіретін адам, егер де ол өз әке болса, мейлі, міндетті түрде ол үлкен бойжеткен тәрбиелемей-ақ қойсын. Тіпті кішкентай қыз болса, ол сол туралы алаңдайды ғой. Ертең ол қызы қандай қоғамда өмір сүреді, кімдермен бірге оқиды, кімдермен бірге жүреді, оның достары кім болады, құрбылары кім болады дегендей, болашақ жары кім болады деген сияқты. Сондықтан мен сізбен келісемін. Жалпы енді бұл ремарка істеп жүріп жатырмын, кешіріңіз сөзін бөлгенім үшін. Мен сол айтқым келгені, жалпы барлығы жақсы болу үшін жасалып жатыр ғой енді. Әрине. Бүкіл іс-қимыл болсын, контент болсын, барлығы бір қоғамға жақсы, сапалы контент арқылы дұрыс ойлар жеткізу. Енді оны ер адам жасау керек, әйел адам жасау керек деп бөлу меніңше тіпті логикаға. Мен оған қарсымын. Біз елімізде біздің қазір ұстанатын саясатымыз бұл гендерлік саясат дейміз. Ал гендерлік саясат деген не өзі ол оғым? Яғни екі жақ тепе-тең болу керек, дұрыс па? Бізде қаншама басшы әйелдер де бар, еркектер де бар деген дұрыс па? Қаншама мықты спикерлер, әйел кісілер де бар, ер кісілер де бар. Сонда неге бізде дәл сондай, менің ойымша, сценаристер де бар, операторлар да бар, екі жақты дегендей. Сондықтан да оның барлығын сөйтіп ескере кеткен жөн деген ойдамын. Соңғы кездері өте жиі неге шығып тұрған әлеуметтік желілерде хейт та талай болды. Жалпы темір жол саласына байланысты. Ол вагондар, ол жарайды, мен түсінемін, қатты аяз болды жақында. Ол кезде темір жол түгіл адамның өзі үйінде отырып тоңды. Сондықтан осы салаға айтылып жатқан сынға байланысты орынды ма? Орынды болса, қандай өзгерістер жоспарлануда? Сын өте орынды.
мен біріншіден неден бастайын, ол жерде бастайтын тақырыптар өте көп, бірақ мен бірінші кезекте инфрақұрылымнан бастайық. Содан кейін біз бірте-бірте оның өзінің кондициясына жетеміз деген ойдамын. Қараңыз, бірінші кезекте қазір бізде инфрақұрылым шаршаған, тозған десек артық болмас. Бұл теміржол желілері, бұл теміржол вокзалдары, ол басқа да бір кешіріңіз, ол басқа да бір нақты нысандар теміржол, олардың ескеруі бар. Бұлардың барлығы дәл қазіргі кезде егер де болашақта күрделі жөндеуден өтпесе, арты қиын болып кетуі мүмкін. Енді жай ғана бір мысал, біздің осы әсем біздің Астана қаламызда 2 теміржол вокзалы бар. Бірінші теміржол вокзалы бар, екінші теміржол вокзалы бар. Әрине енді екінші теміржол вокзал кейін жақында салынған Нұрлы жолдың өзі ол қандай керемет. Түсінеміз, өте жақсы салынған бастама Нұрлы жол вокзалы. Бірақ дәл сондайды біз неге басқа өңірлерде де сала бастамаймыз? Ол біздің келбетіміз ғой. Барлық инвесторлар келетін қонақтар ол тек қана Алматы мен Астанаға келмейді ғой. Енді Алматының айтып қалдық, Алматының да ЖД вокзалы өз сын көтергенін жақсы білесіз. Баяғыдан келе жатқан. Ол жерде мен қателеспесем, екі ЖД вокзал бар, екеуінің де жетісіп тұрған шамалы. Әрине бірінші кезекте қазір сондай біздің инфрақұрылымға көбірек мән берілсе дейміз. Күрделі жөндеу бар. Жоқ дегенде енді сәнін келтіру керек шамалы. Содан кейінгі мынау пойыздардың кешігуі бар соңғы уақытта. Ол бойынша да енді сіз дұрыс айттыңыз, енді ауа райының қолайсыздығына байланысты қазір енді тіпті адам қатпақ түгіл қазір локомотивтардың да майлары қатқап жатыр. Былайынша келгенде ше. Кейбір жаңағыдай мына аяздардан желмен аяз ұрған кезде бетпақ-далада 50 градусқа дейін барады. Ол шындық аяздың өзі. Өткен себеп біз қалада жүріп, егерде бізде ұялы телефон ашып қалған кезде по ощущениям 46-45 деп тұрса, ал сіз ойлаңыз ми далада желмен ол 50-ге жақындаса, мен ол артық айтқаным болмас. Сондықтан да бұл мәселелер де бар, бірақ ол аязға дейін де болып жүрген мәселелер ол. Неге? Өйткені қазір бізде көп жерлерде теміржол желілері жетіспейді. Білем, қазір Достық Мойынты деген бағыт салып жатыр деп жатыр. Басқа да бір түрлі теміржол желілерін ұзартып жатыр, салып жатыр дейді. Бірақ өкінішке орай көп жерде парақорлық. Неге? Адам баласы оны түсінбейді. Былай қарап отырсаңыз, әйтпесе Қазақстан теміржолдық компаниясы бар, кедей компания емес қой. Оның соңғы уақытта алған табысын алатын болсақ, менің ойымша үлкен табыс, қомақты табыс алып отыр. Бірақ жылдан жылға мен бір түсінбейтінім, тіпті субсидия беріледі. Ол арнайы мысалы бізде жолаушылар тасымалына арнайы мемлекеттік тарапынан субсидия беріледі оған. Бірақ дегенмен әлі күнге дейін сол одан сайын кабалаға кетіп бара жатыр. Ол өкінішті жағдай. Алыпсатарлардың мәселелері бар, билеттердің. Мен тіпті енді осы сюжетті үнемі айтып өтем. Біздің Евразия телеканалының бір тілшісі бар, қалдым есімі бір қарындасымыз. Сол арнайы барып, біздің Астана қаласының бірінші теміржол вокзалына барып, арнайы сюжет түсірген. Енді сюжет болғанда қалай, камерасын скрытый камера ретінде істеп, біреуден билет сатып алды. Алыпсатарлардан. Мысалы 8.000 теңге кассаға барады, билет жоқ дейді. Билет жоқ, кешіріңіз. Бірақ ана жүреді, әпке, билет керек па, тәте, не қыласыз, аласыз ба деп. Сосын камераны тығып түсірді. Сонда қараңыз, жобамен өзі 8.000 я 9.000 тұратын билетті 16.000-ға сатып алды. Үстіне 50% қосып тұр. Сонда ол қалай? Мен түсінемін, мүмкін бұл жерде енді жүйелі түрде жұмыс істеу керек шығар. Неге қарапайым журналист егер дәл сондай фактілерді анықтап жатса, ол опера емес, ол бір ішкі істердің я болмаса жаңағыдай бір арнайы бір көлік прокуратурасының бір қызметкері емес, жаңа под прикрытием барып жаңағыдай түсіріп алатындай. Яғни бұл жерде теміржол вокзалы, жалпы теміржолшылардың басшысы, біздің көлік прокуратурасы, ішкі істер министрлігі осы транспортта жұмыс істейтін. Олар бірігіп осының барлығын жою керек қой. Енді білмеймін, міндетті түрде біз жаңағыдай арнайы депутаттық сауал мен істедім ол туралы, маған келді, бірақ сырғатпа жауап. Бізді егерде қарайтын болсаңыз, ананы бүйтуге болады, сөйтуге болады деп, бірақ мен түсінбедім бұл жауаптан. Менің ойымша бұл мәселе баяғыдан келе жатыр. Ол бар. Одан кейінгі басты мәселе бұл әлеуметтік пакет. Ол бойынша біз Қазақстан Халқы Ассамблеясы атынан тағайындалған депутаттармен бірге осы депутаттық сауалдар жасадық. Алдыңғы депутаттық сауал болсын, осы жаңа айтқан депутаттық сауал болсын, әлеуметтік пакет. Жағдай мәз емес. Содан кейінгі жағдай мәз емес, ол бір бөлек. Мен алып тұрған ақпаратым екі түрлі. Мен мысалы көлік министрлігіне арнайы депутаттық сауал жазудың алдында арнайы запрос жіберемін.
өтініш жіберемін, маған сұраққа жауап беріңіздер, осындай айлық қанша болады деп. Жобамен айтайын сізге. Мысалға маған мынандай бір жауап берді. Қызылорда қаласында жол жөндеуші, енді орысша айтқанда путеец, қара жұмыс дейтін. Айлығы 260 мың деп қойған, ең төменгі айлық. 240 мың ба сондай деп қойған, ең төменгі айлық. Қызылордада. Ал енді сөйтіп менде де ақымақ емеспін ғой. Менде қаншама Қазақстан бойынша қаншама достарым бар. Әлі күнге дейін біз сөйлесіп тұрамыз, бір-бірімізді жағдайымыз сұрастырып тұрамыз, туған күндеріміз болған кезде бір-бірімізді құттықтаймыз. Мен сол жігіттерге айттым, жігіттер, осы сіздердің қамдарыңыз ғой. Осыны зерттеп көрейікші, маған көмектеріңіз керек. Сосын ана жігіттер өзінің достарын сұрастырды. Ол достар тіпті звондап айтты, аға, қолымызға бар болғаны 170-160 аламыз. 260-250 деген жоқ ондай айлық. Оны қақтан алған деген сияқты. Және де ол тек қана Қызылорда емес. Солай Павлодарда сөйтіп берді. Екеуі екі түрлі, арасы 150 мың. Екі есе беріп тұр. Екі есе беріп тұр. Мен сонда түсінбедім, бұл біз кімге сенеміз? Бұл қалай түсінуге болады? Сіз қараңыз. Біздің қазіргі бұл жағдайды жөндемесек, бұл өте қиын. Өйткені мен сізге айтайын, темір жолда жүрген азаматтар, ол қарапайым жұмыскерлер, бұл жол жөндеушілер, бұл вагон құрастырушылар, бұл осмотрщиктар, жаңағы осмотрщик деген түсінбесеңіз, анау жүресіз ғой вокзалда тоқылдап жүреді ғой, тоқ деп осмотрщик дейді, вагониктер, осмотрщиктер дейді. Сіз ойланып көріңіз, қақаған қысылда сөйтіп жүріп шығу 60 вагонды оңай дейсіз ба мысалы? Оңай емес. Ол несін тексереді? Анау буксын тексереді. Букс деген нәрсе бар, арнайы өзі подшипник тұрады. Мысалға вагонның астында өзі арнайы оськпен тұратын дөңгелек болады. Соның арасында енді машинадағыдай подшипник болады ғой, мысалы айналдырып тұрады ступицаны. Дәл сол ступицаны подшипник тексереді. Өзі тоқылдаған кезде өзінің дауысынан естіледі. Ол ақау бар ма, ақау жоқ па деген сияқты. Сол кісілер қыстың суығында да, жаздың ыстығында да путеисттер болсын, вагониктер болсын, осмотрщиктер болсын, жаңағы көп қой бізде башмачниктер деген бар. Башмачник дегенде мен тағы да түсіндірейін, біздің көрермендерге қызықтау болсын. Пойыз келеді, пойыз бір станцияда тоқтайды. Егер де ол 5-6 сағат я 10 сағат тоқтайтын болса, ол құдай сақтасын, ол жүріп кетпеу керек қой бір жаққа. Ана басына барып башмақ қояды, яғни астына, дөңгелектің астына. Мына басына барып басқа жағына қояды, жалпы жүріп кетпес үшін. Көп ондай адамдар көп. Солардың зейнетақы мәселесі бар. Сіз ойланып көріңіз, мен бұл нәрсені депутат сауалда қойдым. Тіпті егер де қазіргі осы көрермендер менің айтып тұрған сөзім шындық па, шындық емес па дейтін болса, менің Инстаграм, жаңағы Фейсбук парақшаларыма кірсе, TikTok парақшаларыма кірсе, осы депутат сауалды табады. Мен айттым, сіз ойланып көріңізші. Қайттан путеистерге орайық. 60 жасқа келген путеец, пайғамбар жасына келген путеец. 60 жасқа келіп сөйлем дәу кувалдын арқалап жүре ала ма қыстың суығында, жаздың ыстығында, жолдың бойында. Мысалы сізге айтады, сіз путейсіз, сіздің жасыңыз 60-ға келіп қалды. Болат мырза, сіз мынандай разъезге барасыз, ол Астана қаласынан 200 шақырым жерде орналасқан, дәл сол жерде ақау шықты. Соны жөндеу керек. Өткен сеп 3 сағаттан кейін дәл сол жерден пойыз өтеді. Пойыз тоқтамау керек, өткен сеп ол пойыз ақша алып келеді. Өтетін пойыз. Ақша болғанда қалай, жалпы салық бойынша, өту бойынша, ол түсіндір артық біздің бюджетке. Сіз салпақтап 40 градус ыстықта, 40 градус суықта кетесіз ана жерге, қолғабыңыз кесіп, бетіңіздің бәрі үсіп кетеді, қып-қызыл болып жарылып ана жерде. Ойлап көріңіз, 60 жасқа келіп, 63-тен 63-ге келіп, мысалы 63-те пенсияға шығады дейік, енді 62-де болып ойланып көріңізші, оңай ма? Неге қарастырмайды соны? Неге ойланбайды? Неге нақты, менің ойымша, осы әлеуметтік мәселелерге қарайтын басшылар барып тиісті министрліктермен, қаржы министрлігімен, еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігімен неге бір стол переговорға отырып неге сөйлеспейді? Бұл масқара нәрсе ғой. Әскери адамдар сияқты ерте шығуға да болар еді. Жоқ дегенде, жарайды, әскери адамдар 45-тен шығады. Ал енді мен айтып отқан, жоқ дегенде 55-тен шығарайық та. Хотя бы 55-тен шығарайық та. 55-тің өзінде де сөйлеп көріңіз, кувалдамен жүру оңай емес қой. Тіпті қазір мынандай нәрсе бар. Мысалы бізде АО Локомотив деген болды, қазіргі кезде жүк тасымалы, грузовой перевозки дейді. Яғни машинистер мен помощник машинистер, локомотивтік бригада. Олар арнайы корпоративтік келісім шарт арқылы 57 жастан пенсияға шығады. Бірақ ол корпоративтік келісім арқылы. Яғни 57-ге дейін сіз жасыңыз келеді, сіз 57-тен корпоративтік келісім арқылы зейнетке шығасыз. Яғни 60 жасқа дейін сізге 6 жыл бойы компания арнайы өзінің төлемдерін төлеп тұрады. Әрине ол төлемдердің жағдайы мәз емес, бірақ дегенмен қаншама кісілер бар шығып жатқан. Менің ойымша жоқ дегенде енді жарайды, енді мүмкін қолдарыңыздан келмей жатса барлығын жаңағы мемлекеттік зейнетке шығаруға мүмкін, жоқ дегенде сондай бір корпоративтік келісім арқылы шығарайық. Енді
мысалға 55-ке жасыңыз келді ма, енді жұмыс істеуіңізге шамаңыз жоқ па, шығыңыз да барып басқа жаққа жұмыс істеңіз де сізге арнайы келісім арқылы пенсияңыз құйылып тұрады. Ал енді жағдайыңыз мықты ма, 60-ға келіп та кувалды көтермек түгіл балтамен жұмыс істейтін болсаңыз, тіпті арнайы 63-ке дейін жұмыс істеңіз деген сияқты ғой, мысалы. Дұрыс па? Адамдардың бәрі бірдей емес қой. Бірақ дегенмен ондай кісілер аз. Түсініп отырсыз ба? Тем более олар үшінші мәселе, бүгірейіп жүреді. Иә, үшінші мәселе бұл дәл қазіргі кезде біздің Қазақстан теміржолдық компаниясында 140 мыңға жуық теміржолшылар бар. Ол ең үлкен ірі компания, 140 мыңға жуық қызметкер деген, сіз ойланып көріңіз, мен қазір білмеймін, біздің басқа бір мемлекеттік органдардан соншама адам бар ма жоқ па. Енді егер де қарайтын болсаңыз, бізде әскери адамдар үшін, мұғалімдер үшін, тіпті қателеспесем, мүмкін қателескен шығармын, мүмкін қателеспеген шығармын, дәрігерлер үшін болсын, басқа да бір ішкі істер министрлігінің қызметкерлері үшін арнайы тұрғын үй бағдарламалары қарастырылған. Ал теміржолшылар үшін ондай бағдарлама жоқ. Маған да ол бойынша бір келді жауап, келісім сөздері жүргізіп болып жатыр, базовый ставка мындай деп. Нақты жауап жоқ. Кешіріңіз, Геннадий Геннадьевич, ондай жоқ. Біз осындай жасайын деп жатырмыз, пайыздық үстемесі 3% я 2% болады. Осындай арқылы жасайын деп жатырмыз деген маған нақты жауап келген жоқ. Мен қарадым да, түсінген жоқпын өзім жауабымда. Енді мен түсінбесем, оны қарапайым халықтан түсінеді. Қарапайым теміржолшының өзін түсінуге қиын. Мен де алып бартқан юристпін, мен де өзім жақты мақтап отқан жоқпын, мықты юристпін деп, бірақ дегенмен де. Сондықтан да айта берсек мәселе көп. Енді бір қуантатын жағдай, енді жаман жағын айттық, жақсы жағын да айтып айту керек шығар. Бір қуантатын жағдай әрине қазіргі кезде үлкен өзгеріс болған. Бұл енді мемлекет басшысының да үлкен істеген бір өзгерісі, бұл бұрын соң болған қайтадан көлік министрлігін қайтарылғаны. Өйткені осыған дейін индустрия және инфрақұрылым министрлігі өте үлкен министрлік болды. Енді мен қателеспесем 19 комитеті бар. 19 комитеті бар министрлік, сіз ойланып көріңіз, ол барлығына үлгермейді. Сіз өзіңіз шашылып кетесіз ғой, министр болған күнде де. Сіз үлгермейсіз соның барлығын біліп, зерттеп, не болып жатыр, қалай болып жатыр, өткен себебі. Бір комитеттің жұмысының өзіне егер де баспен түсінбейтін болсаңыз, сіз бүгін ертең шықпайсыз. Деген қаншама мәселелер бар, қаншама проблемалар бар, қаржылық проблемасы, әлеуметтік мәселелер бар деген сияқты. Әйтеуір мен шүкір дейтінім, әйтеуір бір жағынан соны шығарды. Бірақ енді ары қарай сол осы бойынша жұмыс істеу керек көбірек. Тіпті қазір біз логистика деп жатырмыз. Кеше ғана мынау Эйр Астана болып жатқан жағдай. Соңғы уақытта мен ойлаймын, мынау Эйр Астана сияқты бізге авиаперевозчик керек па керек емес па деген сұрақ келіп жатыр маған. Қазір біз өткенде мемлекет басшысы Вьетнамға барып қайтты, өзіңіз жақсы білесіз, осы тамыз айында. Оған бірқатар екіжақты келісімдерге қол қойды. Мүмкін біз осындай адам сыйламайтын компанияны ұстағаннан гөрі, мүмкін біз басқа компаниялар кіргізерміз. Адам сыйлайтындай, тарифті түсіретіндей, халықтың қалтасынан келетіндей. Мысалы, лоукостер дейді Флайерстан. Сіздер қазір телефоныңызды ашып көріңізді қараңызшы, қазір Флайерстанмен бүгін нешесі бізде 19 ма? 19 күні, бүгін 19. Жазып көріңізші, авиатана басқаны ма? 31 күні Алматыға ұшу қанша болады деп қарап көріңізші. 31-і? Или бір күні Алматыдан қайту деген сияқты қарап көріңізші, Флайерстан бойынша қанша шығады екен баға. Маған қызық болып тұр просто. Флайерстанға қарап көрейікші. Астана, Алматы дейік. 31 декабрь дей салыңыз, я 30 декабрь дей салыңыз. 30-ы мысалы. 30-ы жарайды. Авиакомпанияны таңдай салайын, Флайерстан. Флайерстан деп қойыңыз. Так. Адам басына 43 мыңнан басталады. Флайерстан 77 мыңға дейін. Бұл енді мүмкін қарап көрстерсіз камераға шамалыштап көрсін дегенде камеранда ертең ұят болып қалмасын дегенде ғой, енді депутат айтты, бірақ дегенмен айтқанмен көрдіңіздер ғой, қараңыз. Бұл қандай компания? Флайерстан. Жоқ, қандай компания бұл? Эйр Астана. Жоқ, қандай компания? Лоукостер. Лоукостер, иә. Мәселе сода ғой. Көрдіңіз, лоукостердің бағасы бізде ең төменгі жалақы қанша? Көтерілді 80 мыңға дейін көтерілді. Бұл жартысы. Жартысынан көбі 50 мың. Ал егерде бұл мен бір өзім ұшып баратын болсам, ал егер бала шағаңызбен баратын, айлығыңыз да жетпейді ғой. Шықса кешіріңіз, тіпті 80 мың айлық демей ақ қояйын, жаңағыдай 200 мың айлық болған күнде де сіз екі балаңызбен, айлығыңызбен 160 мың. Бұл лоукостер. Мен сізге түсіндіріп айтайын, лоукостер деген сөз low cost. Низкая цена, да, с английского перевода істеп қарайтын болсақ. Мәселе сода. Сондықтан да мен ойлаймын, енді бұл тек қана бір мысал келтірген, айта берсек қазір бұл сіздің эфиріңіз жетпей қалады қазір біздің түсіру мәселесіне қатысты.
біз қазір кезде бірінші кезекте біз айтамыз, дұрыс, ұлттық оператор керек, андай керек, мындай керек. Бірақ кешіріңіз, ұлттық оператордың сиқы мынандай болса, самолеттері кешігіп жатса, тіпті қазір соңғы Фейсбукқа кірсеңіз болды, осы жаңағы Air Астана туралы, Fly Астана туралы жазып жатқан адамдардың бәрін комментарийін оқып отырмыз ғой. Жақында ғана мен қателеспесем 6 адамды артық балып кеткен. Сондай да жағдай болды. Air Астана ма, Fly Астана болғанын мен білмеймін, бірақ бір компания осы, я екеуінің біреуі 6 адамды артық алып, сол 6 адамды шығаруға мәжбүр болды дейді. Сондай да жағдай болды деп отырмыз кеше. Енді ол жаңалыққа шықпады мен білмеймін. Сондай скандалға дейін болды. Алматы бағыты. Ақтау, Атырау, Ақтөбе деген осының X2 или X3 қой. Себебі біз батысқа адай болғандықтан, батыста той-домалақ болады. Яғни демек сіз ол жаққа барсаңыз, билеттің құны 50-60 мыңға дейін кетіп қалуы мүмкін, Жоқ, 100 мың. 100 мыңға дейін барады. Сондықтан да маған сұрақ келеді, мындай лоукостер бізге керек па деген сияқты. Енді мен білмеймін, қазір енді бұл сіздің выпустан кейін біраз комментарийлер келетін сияқты менің атыма, бірақ бұл шындық, бірақ қарапайым халық оны қолдайды. Бұл шындық, бұл ақиқат. Сондықтан да мен айтып тұрмын, қазір мемлекет басшысы үлкен тапсырма қойып отыр бұл министрлікке. Бұл министрлік жай ғана бір для галочки үшін емес құрылып отқаны, ол осының барлығын дұрыстап реттеп қарау керек. Болмаса мен айтып тұрмын ғой, бәсекелестік неден туады? Бәсекелестік, яғни бір поляда көбірек ойыншылар туындаған кезде пайда болады. Неғұрлым бізде монополия азаяды, соғұрлым бәсекелестік дамып, бағалар түседі. Бұл компанияларға жиі штраф төлетеді ғой. Қандай штраф? Мен ойлаймын, бұл штрафтар ешқандай да бір әсерін тигізбейді, кешіріңіз. Дәл сол штраф салды ма, олар барады да бір билетке, мысалы 45 мың тұратын билетті 50 мыңға жібереді, соны бір рейспен ақтап алады. Иә, келісемін. Ал сонда айтатын түрі былай. Біздің де әріптестеріміз, дәл осы камераға да айтып өтейін, жұрттар білсін, бүгінгі күннің қаһармандарын, біздің де парламент сенаттың азаматтарын, мысалы Ғалиасқар Төленұлы Сарбаев деген азамат, Амангелді Туламисов деген сияқты екі азамат осы мәселені көтерді, билеттің қымбатшылығын. Сонда жауап берген, білесіздер ме не жауап берген? Сіздер 1-2 ай бұрын алыңыздар дейді. Сіздер қызықсыңдар, сіздер қайда тұрып жатсыздар, қайда жұмыс істеп жатсыздар деген сұрақ туындайды. Сендер вообще Қазақстанда тұрып жатқаннан кейін қазақтың менталитетін түсінесіздер ме? Аяқ астынан Құдай сақтасын өлік болып кетеді, я тірлік болып кетеді, я біреу жеңгеміз босанып жатады, келіндеріңіз босанып жатады, я болмаса біреуді емге апару керек болады аяқ астынан. Сонда мен не, сен тұра тұр, бір айдан кейін анау айтамын, Fly Арстанға билет алайын, бір айдан кейін ана жеңгеміз босанса, сен тұра тұр деп айтасың ба? Адамның басына логиканы шамалы сыйдыра білу керек қой. Одан бөлек енді қаншама кісілер дәл сол Fly Арстанға байланысты естеріңізге сала кетейін, анау кезінде бізде Нияз деген жігіт бар, өзі мүмкіндігі шектеулі азамат. Соның коляскасы туралы да әңгіме болды. Ана колясканы масқарау дұрыстап кіргізбей, я оны не қылмай, естеріңізде шығар, осы былтырлар болған. Нияз Сүндеталиев. Вот мәселе сода. Мен көп сөйлеп кеткен шығармын, бірақ мен ойлаймын, осының барлығы сіздің тікелей эфиріңізге, подкастыңызға бұл өте пайдалы нәрсе. Енді тікелей эфир сияқты да жүріп жатыр, енді бұл оговорка болса, бірақ шындық. Сондықтан да осының барлығын көлік министрлігі түсіне білу керек. Бұл жай ғана құрылған, бұл жай ғана бір министрлік болу емес, өткен себеп біздің еліміздің логистикалық потенциалы үлкен. Бұл әуе жолдары, темір жолдары, теңіз бар, Құдайға шүкір, автотранспорт ол да бар. Оның барлығын есептеу керек, достар. Сондықтан да міндет көп қазір өзінде. Ал енді оның барлығын дұрыс мамандарды тағайындап, сол тиісті вице-министрлар, сол комитеттің төрағалары дәл сондай компаниялардың жағасынан алып, сілкіп, бірінші кезекте біздің ұлттық болыватқан дүниемізді, халқымыздың жағдайын жақсарту үшін көбірек жұмыс істеп, сол егер де бір қателік істеген компания болса, соны енді қатты айтсам кешіресіздер, құстырту керек кейбір жерлерде. Ол шындық. Көлікте бар дейсіз, иә? Жалпы посланияда да болды да соңғы. Біз жалпы енді географиялық тұрғыда қарасақ, біз арқылы көптеген мемлекеттер өте пайдалы, жақсы контракттар жасай алады. Ресейге, Қытайға, былай. Яғни біз шынымен де бір логистикалық хаб бола алатын мүмкіндіктеріміз бар да? Әрине бар. Бірақ басқа елдер түгел өз ішіміздегі басты жолдарымыздың жағдайы қазір қаншалықты реттелуде және қашан жақсы күйге келеді? Бұл енді әбден жара болған
мәселе. Бұл да кірмей ма Тіпті осы неге? әрине кіреді. Енді қазір білмеймін, алдында енді мынау Марат мырза сөйлеген кезде енді айтты ғой, біз қазір көптеген нысандардың жолдардың салынуын қадағалап отырмыз, қараймыз деп өзінде шығам деп отыр. Әрине енді бұл жігіт өте білімді азамат, көрініп тұр. Ол енді жақында келіп жатқан министр мырза енді әрине ол өзінің былай білім жағынан көрсете алды, сауат жағынан енді іспен дәлелдесе әрине нұрдың үстіне нұр болып кетеді. Бірақ дегенмен әрине иә, сіздің айтуыңызбен толықтай келісемін. Бұл жай ғана Қызылорда жезқазған жолы. Баяғыдан мен 2016-дан бері қозғап келдім. 2016-дан бері. Енді қазір құрылысы жүріп жатыр. Жақында ғана біздің президент мырза да Қызылорда облысына барып, біздің осы облыс әкімі Нұрлыбек Машбекұлымен кездесіп, дәл сол кезде баяндама жасады. Ең бастысы ұнағаны дәл сол жерде екі мәселеге тоқталды логистика саласына қайтыс. Қызылорда жезқазған жолын тезірек бітіруге байланысты. Екінші мәселе бізде Қызылорда облысында Батыс Европа, Батыс Қытай жолы бар. Бұл үлкен мәселе. Неге үлкен мәселе? Я жол тақтай, бәрі жақсы. Бірақ егер де сіз Қызылордада болсаңыз, болмасаңыз, бізде Шиелі менен Жаңақорған менен Қызылорда арасында 4 жолақты жол. Машиналар жақсы жүреді, интенсивтік қозғалыс өте керемет. Бірақ сіз Қызылордаға келген кезде Қызылордадан Аралға дейін жол 2 жолақты. Және де қазіргі дәл сол жолдың лақап аты бар, дорога смерти деген. Себебі ол жерде қаншама жүргізушілер адам қағады, мал қағады, мал қаққаннан кейін тек қана мал емес, адамның өзі де зардап шегеді. Өйткені мен енді көріп отқан кісілерге айтып өтейін, біздің елімізде енді өзіміздің мен туып өскен жерім Қызылорда облысында бізде түйе көп ұстайды. Түйенің өзіне анау жеңіл машина соққан кезде ана жерде түйе түгіл жеңіл машинаның өзінен пырым шығып кетеді. Ол шындық. Тіпті кейбір КамАЗдар соғып жатқан кезде КамАЗдардың да будкасына дейін майысып жатады. Қатты скоростьпен келген кезде. Жылқының өзі де аямайды. Егер де жеңіл машина тиіп кетсе. Сондай жағдайлар өте көп. Тіпті одан бөлек егер де бір 5-6 фура, енді кейбір фуралар мысалы бізде үлкен жүк тасымал көліктері жолға түсуаты көп, жай жүреді ғой. Баяу жүреді да, сол баяу жүріп жатқан кезде енді 6-7 түсіп алған кезде басқа машиналар обгонға шығады. Ол жерде өзі бір сондай бір қисықтау жерлер болады, жаңағыдай өзі көзге көрініс дұрыс емес жерлер болады. Дәл сол кезде орысша айтқанда обгонға шыққан кезде де ар жақтағы машинаны көрмей қалады. Я күн қатыстық болып тұрған кезде бізде білесіз ғой, мынау тонировка мәселесі де бар. Тонировкада мәселесін мен көтеріп жатырмын. Мүмкін тіпті ақылы түрде неге қойғызбайды. Өткен себебі ақыры қазір қараңыз, мысалы тонировкада мен түсінбейтінім. Қазір тонировкаға келемін, сол аяқтап қояйын бір тақырыпта. Сондай мәселелер бар. Сонда адамның көз шағылысқан кезде авариялар болып жатады. Сол президент мырза айтты, осыны тез арада алдағы уақытта 4 жолақты қылу керек. Өткен үлкен мәселе. Және де екінші мәселе бұл Қызылорда жезқазған жолын тезірек бітуі. Енді айтпай көз тиіп қалмасын, біздің Қызылорда облыс тарапынан жол қарқынды жақсы жүріп жатыр, бірақ енді шамалы жезқазған жағы шамалы аздап Қарағанды облысы жағына қарай жүретін жол шамалы енді тармай сетіңкітіп тұр. Өткен себебі. Мен білмеймін, ол жерде мердігерлермен де біраз скандалдық дүниелер болды. Менің ойымша оларда бір сондай бір келісімшартқа отыратын сияқты дұрыс. Бұл баяғыда жасалған шарт емес па? Баяғыдан жасалды, бірақ ол жерде одан кейін облыстар бөлінгені бар, мүмкін ол да әсер еткен шығар. Ол да бар шығар, бірақ дегенмен енді көп адамдар оны түсіну керек та. Мысалға мынандай нәрсе бар. 2 облыстың меморандумы деген болды. 2 облыс, мысалы сіз бір облыстың әкімісіз, мен бір облыстың әкіміміз. Мен мысалы Қызылордадан кісі, мен Ұлытау облысының әкімі болайын. Екеуміздің арамызда жаңағы үлкен артерия жатқан Қызылорда жезқазған жолы. Дәл сол жолды тезірек бітіру мақсатында 2 облыс әкімі меморандумға қол қояды. Яғни екі жақ күштерін жұмылдырады да сол жолды менікі сенікі демей тезірек бітіруге болады. Мен ойымша сондай бір жолдарға шығу мүмкін ба деген де ой ғой менде. Сосын жаңағы ақыры логистика мәселесін қозғадық. Мынау мен енді көп TikTok платформасы арқылы стримға шығамын. Сонда менің көптеген оқырмандарым, менің фолловерлерім жазатыны, мынау оңтүстік жаққа, батыс жаққа қайтадан тонировканы қайтадан енгізсе рұқсат берсе деп. Тіпті ақылы түрде болса да біз дайынбыз дейді да. Мен ойлаймын, ода тұрған ештеңесі жоқ. Өткен неге? Қараңыз, сізді қазір тіпті сергектетіп түсірсе де, сіз мысалы мен сіздің машинаңызды айдап кетейін, сіз менің машинамды айдап келатыңыз, сіздің түріңізді түсірмейді, сіздің машинаңыздың нөмірін түсіреді. Габариттерін түсіреді. Түріңіз ол жерде керек емес. Сосын база арқылы шығады, кімнің атында сол машина, сол адамның атына айыппұл келеді. Дұрыс па? Дұрыс. Сондықтан да мен ойлаймын, дәл қазіргі кезде бұл тонировканы мүмкін бәріне енгізілсе, кейбір облыстарға мысалы енгізуге бола ма? Өткен себебі енді Қызылорданың жазы менен Қызылорданың жазы менен Астананың жазы екеуі бөлек. Қостанайдың жазы деген сияқты.
бізде күн сағырайған кезде деген батыста да болды ма жазда мысалы сіз Маңғыстаудансыз ғой Маңғыстаудың күн ысыған кезде масқара болып кетесіз мысалы очкисіз жүрмейді адам очкисіз адам жүре алмайды ал дәл сол кезде мүмкін неге мысалы тонировка салдырып алсын енді өзінің бір категориясы бар ғой алаңсыз қап қарайды сен жаңағыдай кинодағыдай бірақ дегенмен шамалы көзді аздап болса жеңілдетіп жаңағы ауыртатындай мысалы ауыртпайтындай қылып жасауға болатын шығар деген ойдамын менің ойымша бұл сұраққа да біз келетін сияқтымыз болса келесі әкімшілік кодекске жаңағы бізге өзгеріс енгізілетін кезде осы кейсті Өзбекстаннан қарауға да болады Өзбекстанда рұқсат етілген ақшасын төлеп сол услуганы пайдаланып жүре береді вот мәселе бізде сол ғой көптеген азаматтар соны қозғап жатыр менің ойымша біз оған да келетін сияқтымыз мынау қазіргі кезде енді трендтің түбін түсіріп жүрген тақырыптарды көтермесек YouTube платформасы болғаннан кейін айыпты болып қалуы мүмкінбіз сондықтан мынандай сұрақ қой депутаттар немесе тікелей сіз қазір атышулы слово пацана сериалын көресіз ба? Иә мен депутаттар демей ақ қояйын бірақ мен өзім мен көрдім ол сериалды маған ұнады мына қоғамда екіге бөліну деп айтпай ақ қояйын себебі мен тек шынымды айтамын мынандай екі позицияны көрдім көрген адам ұнады дейді көріп ұнамады деген адамды мен әлі кездестірмедім бірақ көрмеген адам жоқ ол зачем деп басталады да әңгіме осыған байланысты енді білмеймін мүмкін әріптестеріңіз болса мүмкін бір талқылайтын шығарсыздар жоқ менде ондай әріптестер жоқ мен енді талқыламаппыз әріптестермен слово пацананы көрдім чушпан адидас туралы әңгіме айтпаппыз енді парламентте олай жоқ бірақ енді мен жеке өзім қалай айтсам екен мен жалпы мынау творчество деген дүниеге мен өзім басқа көзқараспен қараймын біріншіден енді дұрыстас көрген адамдар мен де қаншама көрген кісілерден естімеппін бұл жаман екен дұрыс емес екен деп мен енді ешкімді ол жерде қолдамаймын мен бар болғаны бұл мынандай елдің продукциясы мен бөлмеймін мен жалпы орташа айтатыным кешіріңіз жақсы түсірілген продукт біреу айтады бұл жерде бір агит повесткасы бар андау бар мынау бар мен білмеймін көрген кезде бұл ностальгия несімен ностальгия мен сізге тек қана бір мысал келтіріп өтейін әйгілі Мираж тобының ты мой герой деген өлеңі қазір Шазамның бүкіл чарттарын жалап жатыр қай жылы шыққан өлең 80 жылы шыққан өлең 43 жылдан кейін Шазамды жандандырып жатыр тіпті мен жақында ВК Мюзикта ма әлде басқа бір неде бір арнайы бір сондай бір музыкалық бағдарлама не бар ғой платформа арқылы сода ең қыстың үздік әні деген атаққа алыпты пиала енді и так без этого бәріміз білеміз пиала это ост жаңағы ненің саундтрекі басты сол сериалдың сондықтан да бұл жердегі мен білмеймін мен өзім сериалды көрдім біріншіден мен айтатыным режиссура сценарист актерлар музыкальное сопровождение енді бәрі best of the best мен өзім үлкен себеп менде де өзімнің хоббиларым бар менің арасында енді қол босаған кезде сериал көрген жақсы көремін әрті кезде әрқалай бірақ сол кезде көрген кезде мен өзім мырза болдым әдепкі бір-екі сериясы бір қатты не қылған жоқ одан кейін бірте ашылып жатқаннан кейін үшінші серияда мен енді кіріп кеттім десем артық болмас тіпті ішіне және де ол жердегі егер көретін кісілер болса олар айтылады дәл сол сериалдың ішінде үлкен терең мораль бар терең мораль несімен бар жалпы сіз қандай іс істесеңіз сол үшін сіз жауап бересіз деген мораль бар енді спойлер емес шығар енді барлық сериялар шықты енді 8-ші серия тек қана қазір демо версия емес осы нақты 8-ші серия четверг күні шығу керек енді біз бүгінгі түсіріп жатқан күнмен есептейтін болсақ жаңағы подкаст съемкасын есептейтін болсақ сонда 7 серияда да көрсетілген айгүлі болсын Мараты болсын Адидасы болсын кім нені не істесе де енді орыстардың сөзі бар ғой что посеешь то и пожнешь деген дәл сол жерде үлкен терең мораль жатыр тіпті мен қателеспесем 6-шы сериясында ма ана жерде біраз жаңағыдай зимасы бар турбосы бар жаңағы барлығы жиналады да бір алаңға жиналған кезде де есіңізде ма көрсетеді көрдіңіз көрмедіңіз ана жерде көрсетеді мысалы бір тұлғаны көрсетеді бір персонажды тұрады да бір күліп тұрады да қара фон алады да осындай жылы атылып біткен тұрады да мынандай 95-ші жылы өз подъездінде әйелімен бірге мынандай ОПГ-дан өлтіріп тастаған мынандай 2000-ші жылы там
повесился деген сияқты, зонада отыр әлі деген сондай бір жазғанда, ана жерде шынымен де былай қарап отырсаңыз сериал, бірақ қарайсың да, ну вроде бы красивый парень, такой телосложение, ана көрсетті, ана жерде жай енді сериалдың тілімен айтқанда пацан болып жатты, бірақ ананың жаңағы жігіттің 10 жылдан кейінгі өмірін көрсетеді, что он чем он кончил, чем его закончилась история его, соны дәл нақты көрсеткен. Сондықтан да енді мен айтатыным, мен енді оны бәлен түген демеймін, қазір енді ол комментарийдағы кісілерде әкетуі мүмкін, жаңағы дұрыс емес көзқараспен, бірақ мен кез келген нәрсені мен объективті түрде айтамын. Мен жаңағыдай ойбай былай деп жатыр екен көпшілік деп, мен көпшілікпен бірге жүремін деп мен жоқ өйтіп айтпаймын. Мен өзімнің ұстанатын бағытым бар, өзім ұстанатын айтатын ойым бар. Мен ол бойынша маған ол сериал өтті. Мен тіпті қазір 2-ші сезонды күтіп отырмын, егер де түсіру бастаса, мен ойлаймын тіпті бұндай енді хайппен олар тіпті 2-3 сезонға дейін де созуы мүмкін. Өткен себебі кезінде «Игра в кальмара» да шықты ғой. Білетін шығарсыз, «Игра в кальмара» шыққан кезде қазір оны қаншама бүкіл әлем күтіп отыр. Содан кейін тағы да екінші пікір бар ол бойынша, осы бойынша. Ойбай, осы сериалға запрет берейік, үйтейік, бүйтейік, басты отқа үйтейік, оны күйдірейік деген сияқты. Мен онда айтайын, жарайды, запрет бердік. Ондай болса бригадаға да запрет берейік. Рекетир бар, біздің районы бар түсірген Ақан Сатаевтың. Одан бөлек жаңағы анау атын еді. Острый козырькені көрген шығарсыз, Берменген туралы. Острый козырькеға да онда запрет берейік. Онда жауапсызда көрсетпейтін алып қояйық. Нотканы айтып қалып жаңағыдай. Берменгенді да алсаңыз, острый козырьке, ол мен қателеспесем 20-шы ғасырдың басы Ұлыбританияның бандылар туралы дәл солай. Мүмкін ол жерде өзде енді ласковый май мен жаңағы мираж тобы мен пиала жоқ шығар, бірақ дегенмен дәл сондай кепкасынан жаңағыдай острый козырьке деп неге қойған? Өткен себеп өздерінің жаңағы бас киімінде арнайы лезвиялар жүргенде әйгілі қанша 6 ма 7 сезонға түсірілді. Ішінде мықты мысалға анау кім, Том Харди да, соңғы ойнаған актер Оппенгеймер деген қалыптың, кешіріңіз атын, Киллиан Мерфи сияқты мықты әртістер түскен. Тіпті мен оны осыдан 1-2 жыл бұрын захлеб смотрел. Ол да дәл сондай нәрсе ғой. Ол жерде дәл сондай тематика, райондарға бөліну. Бір районда мен қателеспесем, ол жерде бір андай еврейлер ұстайды, бір районда англичандар, бір районда жаңағыдай нелер бар, өздерінің көп нелер, англичандар бар, бізде цыгандар бар, олар цыган болып келетін болса, жаңағы өзінің отбасы шыққан, түсіріліп жатқан отбасы туралы цыганская семья деп көрсетеді мысалы, бірақ это британская мафия ана жерде, дворовые ребята. Сондықтан да мен айтайын, енді әрбір адам өзі қалай интерпретация жасайды, өзінің ойынан енді ол сондай ой болады. Енді мен жеке тағы да айтайын, ол сериал маған ұнады, және де мен 2-ші сезонын күтіп отырмын. Енді әдейі мен айтып отырмын ғой, әрбір адамның өзінің мнениесі бар, әрбір адамның өзінің ойы бар. Менің ойым солай. Мен тағы да айтыла өтейін, мен бұл сериалға мырза болдым. Өткен себебі соңғы уақытта мықты сондай мен біраздан бері сериал көрген жоқ. Тіпті мен кейбір біздің енді әлеуметтік желіде байқап қалдым, қазір аттарын айтпақ қойын, ешкілетен әңгіме болып кетпесін. Тіпті біраз осы кинематография саласына қатысты азаматтардан да бір сондай ұсыныс естігем. Неге біз осындай Алматы туралы да өзіміз түсірмейміз, бізде Алматыда болды ғой деген сияқты да, сондай әңгімелер бар. Естіген шығарсыз, бұл біраз пабликтарда шықты, мысалы біреулер шықты, Алматының картасын көрсетті, мынандай жерде райондар болды деген сияқты. Ол ностальгия. Сосын кез келген жерде подача информация деген болады, сіз ақпаратты қай түрде бересіз. Ал ол жердегі мен көрген сериалымдағы берілген ақпарат, мен тағы да айтайын, сіз не істесеңіз, сол ісіңіз үшін болашақта жауап бересіз деген моральмен түсірілген. Сол үшін маған ол ұнады. Яғни сериалда криминалға деген романтизация жоқ. Жоқ, ол жерде романтизация мен көрген жоқпын бірінші кезекте. Екіншіден енді мен айтып тұрмын, ол жерде сіз не істесеңіз соған жауап бересіз деген түсінікпен түсірілген. Ол жерде нақты ақты не, қараны не екенін түсірген. Мен жай ғана бір мысал, енді көрген адамдар өзінің пікірін жаза кетер. Осы енді жаңағы слово пацаннан көрген. Бас кейіпкер пальто, жаңағы жігіт. О баста интеллигент бала, пианист, выдающийся будущее, там, выпускник такой-то школы, да, оның жүрісін көрсеңіз. Тұрады да жаңағыдай қосылып кетеді, дворовой балаларға ақыраяғында шешесі с ума сходит. Біресе жаңағы өзінің қарындасын білет жоғалтып алады, оны әрең дегенін табады мысалы. Ақыраяғында одан кейін да спойлер айтпақ қойын, бірақ бір 8 серия шықты қояды шығар ол кезде. Біз шыққан кезде соңында жаңағы түрмеде отқан, малолеткада отқанын көрсетеді. Ал егер де ол ана балдармен жүрмегенде басқаша оның будущесі болатын еді. Я мүмкін қиналар еді, я мүмкін тайғы жер еді деген сияқты. Бірақ ол жерде выбор бар ғой. Көріп отырсыз ба?
мәселе сода. Меніңше Хай Барби бар ғой, жазда шығып шулатқан. Соның өзін көріп өзіне дұрыс емес месседж, ой, пікір алатын адамдар да бар. Яғни барлығы тікелей адамға байланысты. Дегенмен қызық кино. Жоқ, ойланатындай кино. Онысына нем жоқ. Оның да мораль терең. Иә, оның да мораль терең, бірақ бұзақы әрекеттер жасайтын адамдар жақсы киноларды көріп ақ, мультиктерді көріп ақ, ондай жолға баратын. Енді мен сізге бір ғана мысал келтірейін. Әйгілі Дэвид Финчер деген режиссер бар. Білетін шығарсыз, қателеспесем 7 деген сияқты кинолар түсірген. Зодиак вроде сол түсірді. Мен қателеспесем Зодиак соланға вроде Дэвид Финчердікі. 7 деген арқылы әйгілі жаңа кім ойнайды ішінде Морган Фриман ойнайды, Кевин Спейси ойнайтын әйгілі мықты кинолар. Тіпті соны өзің көрген кезде кейде ана киноны бір көресің де түсінбей қаласың. Жесть. Қан, төгіс, атыс. Бірақ бір қарап ана басқа призмадан қарасаң, мораль өте тереңде екенін түсінесің. Мысалы, мұндай да кинолар болады дегенде. И менің ойымша біздің де елімізде расында да қазір де жақсы шыққан кинолар бар, мықты. Бұл мошенники, мысалы, маған өте ұнаған ана жігіт Нұрбай режиссер жігіт, өзі де соны актер сомдады, соны мықты түсірілген сериал. Адамдар көп одан үйренетіндей жағдай. Қарға. Ақиқат па ақиқат. Ол да соны ұяқпай ғой, былай қарап отырсаңыз. Ол жерде криминалитет бар, ол жерде сондай нәрсе бар. Мүмкін хейтерлер ондай айтуы мүмкін, ол жерде романизация бар деуі мүмкін. Болмаса Игрок деген кино бар, сериал бар. Игрокта да әдемі түсірген, мысалға лудоманияның мәселелерін барын жан-жақты айтқан. Сондықтан да бізде де басқа да елдерге бәсекелес бола аламыз. Менің ойымша бізде оған бірте-бірте әдемі келе жатырмыз тіпті. Сәкеннің өзіне тұрады. Әке-бәсек өте көп. Мошенникті де бір отырғанда көріп тастадым мен, мысалы ше. Мен де дәл солай. Мен кешкі сағат 7-де бастадым, демалыс күн болды. Кешкі сағат 6:30-да қостым, түнгі сағат 3-те аяқтадым. Бірақ неде бір моментте сериалдары 30 минуттан бірыңғай бар. Даже 20 минуттық та бар. 20 минут, 25 минут. Бірақ тереңде. Егерде қарап отырсаңыз, дәл сол нәрсе, сол слово пацанадан нәрсе, мошенников нәрсе бар. Яғни не деген сөз? Сіз не істесеңіз де сол артынан жауапкершілік бар. Яғни адамның қарғысы бар деген сөз ғой. Сол мошенниктер мысалы адамның қарғысын келтірген ғой, байқадыңыз ғой. Адамның қарғысы жібермейді. Ана жерде қаншама анау жаңағы көшеде ұстайтын адамдар бар, жаңағыдай басқа иерархия бойынша істейтін схемалар бар. Қаншама отбасы ана жерде ажырасып кетті, біреу өліп қалды деген сияқты, суицид жасады, анау өйткені кабалаға тығылып қалды деген сияқты. Что солай? Негізі адамзат қанша ғасыр өмір сүрсе, бір месседж өзгеріссіз да. Ол орысша айтсам да, енді добро всегда побеждает зло. Да, ол барлық контентке де, барлық жалпы кейстерге, жағдайларға байланысты орын алады деп ойлаймын. Енді бүгінгі шығарылымның меніңше бұл осы жылға біздің арнамыздағы соңғы подкаст. Осы шығарылымның ақырғы сөздерін аяқтасаңыз, келесі жылға деген ұсыныстар болса. Менің ойымша, ұсыныс жағына келетін болсақ, келесі жылы менің өзімнің ұсынысым сізге кейбір тақырыптарға 2 мүмкін спикер шақырсаңыз. Өткен себебі игра в одни ворота болмай, менің ойымша, егер қарама-қарсы түрлі пікірлер пайда болып жатса, оның опровержениялары пайда болып жатса, ол қызығыратпады. Яғни бір тараптың емес? Иә, 2 тараптың мысалға. Дебаттың бір түрі, бірақ дегенмен бұл бір дебат емес, енді әрине, бірақ жалпы перекрестный огонь дейді ғой, енді орысша айтқанда. Ана жерде ол кісінің мүмкін өзің ұнаған жері болуы мүмкін, маған ұнамаған жері болуы мүмкін деген сияқты да. Ол бір, енді екіншіден білмеймін, мен тілейтінім өзіңізге одан сайын просмотрларың көбейсін деймін, қаралымдарыңыз көбірек болсын. Жұрттар көріп одан сайын көбірек сізге лайк басып, ары қарай оқырмандарыңыз көбейе берсін дегім келеді енді өзіңізге. Ал енді келер жылдан күтетініміз әрине ең бастысы еліміздің аманшылығы, еліміздің біртұтастығы, және де әрқашан әрдайым тек қана елімізде қой үстінде бос тұрғай жұмыртқалаған заман болсын деймін. Көп рахмет. Бұл жақсы болады арнасы. Геннадий Геннадьевич Шиповских қонақта. Каналға жазылыңыздар, пікірлеріңізді жазыңыздар. Келесі жылы кезекті подкасттарда көріскенше.